Сонда Алла Тағала айтады: «Уағламу», жақсылап біліп алыңдар. Дәреттің парыздарын білгеніңдей, намаздың сыртқы ішкі парыздарын біліп бір-бірлеріңе дәлелдеп жүргендей біліп алыңдар. Аннама амвалукум ауладукум фитна. Сендердің малдарың да, балаларың да сынақ. Мен сынайын дейді сол нәрсемен сендерді. Тең ұстап қаласың ба менімен бірге? Әлде мен дегенде сүресің бұл нәрселерді. Сынайын дейді ол нәрселермен сендерді. Және біліңдер, үлкен, зор сауап сыйлықтардың барлығы, мәртебелер, шын мәртебелер. Бұл дүниедегі адам сізге беріп жатқан мәртебелердің көбісі өтірік. Ол сені алдап жатқан нәрсе болуы да мүмкін болды. Бірақ негізгі Алланың сізге беретін мәртебесі ертең. Күллі зор сауап Алланың қасында екенін біліңдер. Мына қолдарыңа беріліп жатқан мал мен балаларың, ол сынақ дейді. Мен тек сені сынау үшін берген дейді ол нәрсені. Мен берген кезде маған қарай тәрбиеледіп отыр ғой. Малыңды да, балаңды да Аллаға қарай тәрбиелеу керексің. Сол үшін берген саған оны. Бәлкім сенен асып түсіп салиқалы істерді ертең саған тәж кигізер ол. Бірақ Алламен тең болып қалуына болмайды бұл. Қазірдің өзінде де мектепте, мысалы бір күллі ата-аналардың көбісіне қарайтын болсаң, баласы мен мұғалімнің арасында бірдеңке болса, баласын жақтап барады. Мұғалімге қадір берсеш, жақтама балаңды. Жақтама. Сенің фамилияңды көтеріп жүргеннен кейін, әлде менің балама кім тиіседі деген нәрсемен жасама ондай нәрсені сен. Сынақ қой балаң. Сен сол жерде балаңды Алламен тең көрдің ғой. Проблемалар қалай болып жатыр? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не үшін айтып жатыр? Егерде Фатима қызым ұрласа, қолын шауып тастаймын дейді. Ол мені Алладан тосатын сынақ бола алмайды дейді. Кешегі мәшһүр Жүсіп атамыз айтқандай, адам болам десең өзіңді де балаңды да аяма дейді. Яғни үйрет, еңбекке де, білімге де, күллі жақсы қасиеттерге сал оны. Сол үшін берген саған. Керемет қып дайында оны. Таразыңа топ етіп түсетіндей қиямет күні. Мықты бала қып тәрбиеле, сол үшін берілген. Оны мықты қып тәрбиелеу үшін оны шыңдау керек, оны шыңдау керек, салу керек оны салатын нәрселерге. Балаларың мен малдарың ол тек қана сендерге бір сынақ дейді берілген. Алла Тағаладан азғырып жіберуі мүмкін сынақтар болуы. Сондай дәрежеге дейін баруы мүмкін. Көршімен екі арада тұрып бір баласымен, сіздің балаңыз бен оның баласы екеуі бүйтіп жылап, сіздің балаңыз жылап қалған кезде барып, балаңды неге байқамайсың деп көршімен ұрсып жатсың бала үшін. Балаларды ол қазір ұмытылып кетеді. Емдеу керек саған. Тәрбиеде, тәрбиешіде ақыл жоқ болып тұр ғой. Екі көрші үлкен, қаншама жылдық тәжірибесі бар. Екеуінің ақылы жетпей тұр ғой дұрыс нәрсені істеуге. Балама неге тиісесің менің дегендей нәрселер. Менің балама деген нәрселер. Сынақтан өте алмай қалдың болды. Балаңды артық көріп кеттің туралықтан. Ана жақтағы бағана соны айтып жатыр. Кімде-кім сенден осы нәрсені істейтін болса, туралықтан адасады дейді. Туралық. Міне өмірдегі маңызды нәрсе. Кешегі Ибрахим алейхиссалам дұғада сұрап жатқан кезде, Робби хабли хукман, Раббым маған туралық бер. Уалхиқни бис солихин, салиқалардың қатарына қос. Туралық керек. Әрбір жерде істейтін мәмілең, мінезің, сөзің, шешімің туралық болу керек. Уайымың осы болу керек. Ол үшін біздің мақсатымыз жаңағы аятқа қайтып келеді. Алла және ақырет болу керек. Егер сенің мақсатың ақырет болса, онда мына халыққа сен күллі нәрсені бергің келеді. Менде түк болмай ақ қойсын депті. Ақырет. Осы мақсат мықты орнығу керек те қоғамда.